Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге хачапури по-аджарски рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен табамызға жылы сүтімізді құямыз. Одан соң жылы сүттен кейін үстіне жылы суымызды құямыз. Одан соң ашытқымызды салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Шым-шым тұзымызды салып, және шекерімізді салып, жақсылап тұрып, сонымен қатар жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып, тағы араластырамыз. Одан соң үстіне осылай аз-аздан ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қылып илеген қамырымызды табамызға салып, үстінен осылай пищевой пленкамен немесе шашықпен жауып қоямыз. 1 сағат, 1,5 сағатқа көзделгенше қойып қоясыздар. Оған дейін сырын дайындайтын боламыз. Сырына кез келген сыр қолдансаңыздар болады. Мен моцарелла сырын қолдандым. Қамырымызда ашып қалды. Енді осы ашыған қамырымызды алып, жақсылап тұрып, қолға жабыспайтындай етіп илеп алып, ортасынан бөліп, яғни мен 2 штук хачапури жасайтын боламын, сол үшін 2-ге бөліп алдым. Немесе 4-ге бөлсеңіздер болады. Ол кезде хачапуриларыңыз кішкене кішірек болып шығады. Қамырымызды осылай видеода көрсетілгенде әдіспен жайып алып, сырларымызды осылай домалатып, салып шығатын боламыз. Үстінен сырдың үстінен, яғни қамырды осылай жауып, видеода көрсетілгендей етіп істеп шығасыздар. Хачапуриларымды противеньге салып алдым. Астынан пергамент қағазын төседім, немесе маймен де жағып, астынан жабыспау үшін істесеңіздер болады. Енді кезекте осылай көтерілген кезде жұмыртқамен үстін жағып шығатын боламыз. Осылай үстіне комо сырмен тағы да сеуіп шықтым. Сол кезде сырдың дәмі көбірек сезілетін болады, әрі дәмді болып шығатын болады. Осылайша біздің хачапуриларымыз да дайын болды. Жасап көріңіздер, дәмі деген енді ауызда ериді. Тіпті ыстық кезде жеген өте дәмдірек болады. Осылай жаңағы үстіндегі жұмыртқасына батырып жесеңіздер өте керемет болады. Тарыңыз дәмді болсын.